Өзімнің жазған әңгімелерім қызық болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бар ойым Айнұр болып жүрді. Сонша зарыға күткен 4 жыл бойғы уақытты су сепкендей басты. Менің ойымдағы қиялым Ерлан мен Айнұрдың кездесуі басқаша еді. Мүмкін екеуінің алғаш кездесуі жақсы болған шығар. Бірақ Айнұрдың сөзінен жақсы кездесу болды деп ойламадым. Құдды бір Айнұр Ерлан емес, басқа бір жігітпен кездескендей. Бірақ Айнұр қанша сұрасам да ашып ештеңе айтпады. Ол кезде мен басқа қыздар сияқты есейіп кетпеген едім. Мүмкін қыздың бой жетіп келе жатқан кезде анасының қызына айтар ақылы көп қой. Ал маған ондай қыз балаға айтатын қасымда не анам да болмады, не жанашыр туған әпкем де болмады. Сондықтан да қыз баланың түпкі бой жеткендік қызға тән терең сырлы түсініктерін көп түсіне бермейтінмін. Содан да шығар, Айнұр Ерланмен хат алысады, екеуі татуласады, қыз бен жігіт болып жүреді, сосын кездесіп ертегідей қосылады деген қысқа ойлармен жүргенім. Сөйтсем оның бәрі ертегідей қиял арман екен. Қыз бен жігіттің арасында болатын терең сырлы, ешкімге айта алмайтын көп сырлар болатынын кейін түсініп жаттым. Сондай сырдың бір екен Айнұрдың кездесуден кейін көңілсіз болғаны. Сондай сырдың бір екен маған ашып айта алмағаны. Ол да алдында ағасы бар, анасы бар. Ол кездері қыз баламен аналар көбіне қазіргі замандағыдай жақын тартып сырласа бермейтін. Содан да болар, ол ештеңені түсінбей дел сал болып, көңіліне еш нәрсе жақпай, мұндай болса жігіті құрсын деп жүрген сияқты болды. Бірақ сол кездесуден кейін Айнұр қатты есейіп өзгергендей болды. Біз бір айдан соң мектеп табалдырығын аяқтап, достарымызды туған ауылымызды, алтын ұя мектебімізді қимай қалаға жан-жаққа оқуға кеттік. Кетер алдын бір-екі достармен кездескенімде Ерлан Айнұрға қарамай кетті. Ерлан Айнұрды тастап кетті деген әңгімеде естіп қалдым. Ал мен сол әңгімеден кейін Айнұрға жақындауға бетім бармады. Ол маған тағы ұрсып беретіндей көрінді. Өзімді кінәладым. Қайдан ғана Айнұр мен Ерланды қосуға тырыстым деп. Қыздар училище колледжға оқуға түсіп қуанып жатса, мен пединститутқа оқуға түссем де, ол маған қуаныш болып көрінбеді. Себебі бар ойым Айнұрда болды. Соның болашақ тағдырын ойладым, өзімді кінәладым. Қыз баланың терең сырларын енді түсіне бастадым. Содан не керек күз болды. Әркім оқуына кетіп оқулармен әлек бола бастадық. Мектептегі достарымыз оқу деп санамыздан шыға бастағандай болды ма, әлде қал өміріне үйрене алмай жүрдік пе, әйтеуір жанталас өмір басталғандай болып кетті. Бір күні сабақтан шығып келе жатыр едім, торғайдың күзгі қара суығы өңменіңнен өтіп кетеді. Кейде сондай кезде ана құшағы мен әке құшағын аңсап кететінім де бар. Әр қиялым күзгі қара суық желмен есіп келе жатқанда алдымнан бір қыз бен жігіт шыға келді. Екеуі тоңып қалмайық дегендей бір-бірінің құшағына кіріп алыпты. Мен мыналар соншама құшақтасып алғаны несі? Тапа-тал түсте. Соншама бір-бірінің ішіне кіріп кетеме, ұялмай ма деп жаңағы қиялдарымды ұмытып, солармен ойым арпалысып кетті. Әлде тоңып қалған соң құшақтасқандарына қызғана қарадым ба, өзім де білмедім. Екеуі көңілді, олардан асқан бақытты жандар жоқ сияқты. Бір кезде анықтап қарасам, өз көзіме сенер емеспін. Аққұба жүзді, екі беті қып-қызыл алмадай қызарып өрткен қыз баяғы менің Айнұрым. Көзіме бірден жарқ етті. Қасындағы сол баяғы 4 жыл бойы зарыға күткен, Айнұрға қарамай тастап кетті деген Ерлан. Құдайым-ау, шынымен соларды көріп тұрмын ба деп, өз-өзіме сенбей қарадым. Өз қиялыммен арпалысып келе жатқан сан саққа жүгірген, ана құшағын сағынған ойларым дірілдеп, тоңған дене бойым бәрі жайында қалды. Оларды көргенде жылап жіберуге сәл қалдым. Мүмкін ауылға деген сағынышымда қосылып кеткендей болды ма? Қалай Айнұр деп айғайлап жібергенімді білмей қалдым. Олар да жалт қарады. Мені көре салып Айнұр жүгіре келіп мені құшақтап алды. Бағана қиялымдағы құшақ сағынышын анам ба әлде әпкем бе құшақтағандай сезім бір секундтай болса да сезінгендей болдым. Жаным-ау, Айнұрым-ау, барсың ба шынымен, мынау Ерлан ба деп таң қалғанымды білдірдім. Ол да жақындай келіп, иә, мен Ерлан, сол сен жазып беретін хатқа жауап жазып жүрген жігіт
деп күлді. Үшеумізден бақытты жан жоқ. Бір-бірімізді көргенімізге қуандық. Айнұр өте бақытты. Енді серігін тапқандай. Зәуреш, сен ренжіп қалған жоқсың ба? Мен саған ұрсып берген едім. Мен қазір бақыттымын. Ерлан мені сүйеді. Мен оны сүйемін. Саған рахмет. Біздің тойымызға келерсің, деп күлді. Мен сол кезде барып иығымнан жүк түскендей бір уф дедім. Өзіме өзім риза болдым. Сол кездесуден кейін араласып кеттік. Қонаққа кездесу кештерге барсам, Ерлан мен Айнұрды бірге көретін болдым. Соңында екеуінің тойымен аяқталды. Тойына да бардық. Тойында достары Ерланның Айнұрға шығарған өлеңдерін бірінен соң бірі жарыс айтты. Айтпақшы, Ерлан да Арқалық қаласында музыкальный училищеге түскен болатын. Сол оқуда аяқтап Торғай елінің композиторы, ақыны деген атаққа ие болды. Торғайдың бетке ұстар беделді жаны болды. Айнұрдан торсықтай 2 ұл көріп, жап-жас өрімдей кезінде қайтыс болып кетті. Бүкіл Торғай елі, Торғай даласы күңіренді. Айнұрдың езілген махаббат жүрегін Торғай даласы да, Торғай жұрты да сезгендей болды. Әлі күнге Торғайдың қай адамынан сұрасаң да, Ерланды айтса көзінен жас келеді. Себебі Ерлан біздің жүрегімізде мәңгі қалды. Жарқ етіп шығып, жарқ еткен жұлдызыңды ұзақ жандыра алмай кеткен бауырым-ай. Амал нешік? Ерланның бауыр ауыратын, оған ішкілік ішуге болмайтын еді. Содан 4 жыл қапаста болған кезіндегі досы келіп, қуаныштан азғандай жұтып қойғаны бар екен. Содан больницаға түсіп, өмірмен қимай қоштасты. Сол баяғы 4 жыл күткен Айнұрына деген құшағын қандыра алмай кеттің-ау деп, бүкіл Торғай елі жылады. Жатқан жерің жарық болсын, Ерланым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің әңгімелерім ұнаса, достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар.